Катар әмірлігі ЛГБТ қауымдастығының әлем чемпионатына қатысуына қарсы емес. Барселонадағы жаңа қиындықтар. Мбаппенің бітпеген жыры. Және Рафаэль Ляу Миланда қалуы мүмкін. Осы және өзге де жаңалықтар жайлы бүгін айтатын боламыз. Достар, YouTube видеоны басқа да адамдарға ұсыну үшін лайк өте маңызды. Сондықтан егер видео ұнаса, лайк немесе дизлайк басып кетуіңізді сұраймын. Бәріңізге алдын ала рахмет. Ал біз көп созбай бастаймыз. Барселонаның Чемпиондар лигасында Интерді жеңе алмауы каталондықтарға ауыр зардаптарын тигізуі мүмкін. Кеше Барселона Камп Ноуда 3-3 есебімен Интермен тең түскеннен кейін итальяндық команда келесі аптада Сан-Сирода Викторияны жеңсе, Барселона турнирден шығып кетуі мүмкін. Испандық Мунда Депортива басылымы, егер клуб соңғы ойындарда жеңіске жетпесе, Барселона қаржылық жағынан қанша шығынға ұшырайтынын және басқа да қандай қиындықтар күтіп тұрғанын хабарлады. Басылымның жариялаған мәліметі бойынша, егер Барселона турнирдің топтық кезеңінен шықпаса, 20 миллион евро шығынға ұшырайды. Бұрын хабарланғандай, Барселона жазда команданы қалпына келтіру үшін 150 миллион евродан астам қаржы жұмсады. Бұл шығынның орнын толтыру үшін Барселонаға 1-8 финалға дейін жету керек. Барселонаның келесі ойыны Мюнхендік Баварияға қарсы екенін ескерсек, каталондықтардың топтан шығу мүмкіндігі өте аз. Егер Барселона өз тобында 3-ші орын алса, онда Европа лигасына жолдама алады. Европа лигасын жеңген күннің өзінде Барселонаға өзінің қаржылық қиындықтарын жабу қиынға соғады. Топта Бавариядан кейінгі екінші орында алу үшін каталондықтар Интерді 2 гол айырмашылығымен жеңу керек болған. Алдағы Катарда өтетін әлем чемпионатында 10 ел ЛГБТ қауымдастығын қолдау үшін кемпір-қосақ түсті капитандық белгіні тағып шығуды жоспарлап отыр. Англия ұлттық құрамасының капитаны Харри Кейн бір жыныстық қатынас және бір жыныстық қатынасты насихаттау қылмыс болып табылатын елде кемпір-қосақ түсті капитандық белгіні тағып шығатындардың бірі. Катарда өтейін деп жатқан әлем чемпионатының басшысы Насер Аль-Хетар Sky News басылымына берген сұхбатында басқа елдерді бұл ойдан бас тартуға және Катар заңы мен дінін құрметтеуге шақырды. Өзгеге зиян тигізетін әрекет жасамасаңыз, қоғам меншігіне нұқсан келтірмесеңіз, бәрі жақсы. Алаңдайтын ештеңе жоқ. Менің түсінуімше, әртүрлі саяси келіспеушіліктер бойынша дау болып жатыр. Бұл адамдар келіп көңіл көтергісі келетін спорттық турнир. Оны саяси мәлімдемелер алаңына айналдырсақ, бұл спорт үшін дұрыс емес деп ойлаймын, деді Аль-Хетар өз сұхбатында. Ал Катар әмірлігінің өкілдері ЛГБТ қауымдастығының мүшелері әлем чемпионатына қатыса алатындығын, бірақ бұл турнир үшін Катар заңын өзгертпейтіндігін хабарлады. Келесі айда Рафаэль Ляуға шешім қабылдауға тура келеді. Милан таяу күндері келісімшартты ұзарту келіссөздерінің жаңа кезеңін бастауға дайындалуда. Rossoneri директоры Пауло Мальдини бақ өкілдеріне клуб португалдық шабуылшымен алдағы әлем чемпионатының алдында жаңа келісімшартқа отырғысы келетіндігін айтқан. Миландықтардың турнир алдындағы соңғы ойыны 13 қарашада Фиорентинаға қарсы өтеді. Және сол уақытқа дейін жаңа келісімшартқа қол қойылады деп күтілуде. La Gazzetta dello Sport басылымының хабарлауынша, Милан таяу күндері келіссөздерді бастау үшін Ляудың жақындарымен байланысқа шығады. Килиан Мбаппе PSG-мен жаңа келісімшарттың арқасында мультимиллионер атанды. Бірақ оған ешкім PSG спорт директоры боласың деп уәде бермеген. Бірақ Мбаппенің талабы бойынша Леонардудың орнына PSG-ға Луиш Кампуш келді. Шындығында Мбаппе келісімшарт ұзартқан күні Леонарду бұдан хабары болмаған. Мбаппе PSG-ны өз қалауы бойынша өзгерткісі келді. Бұл үшін оның көптеген әріптестері, соның ішінде Неймар клубтан кетуі керек болған. Кампуш Мбаппенің тапсырысы бойынша PSG-дағы өзгерістерді жоспарлай бастағанда, бұл іске Катар футбол федерациясы араласып, Кампушқа командада білгенін істеуге жол бермеді. Бұған Килиан да Кампуш та өкпелі. Бұдан бөлек Неймар мен Месси Мбаппенің PSG-дан кететініне сенімді болған.
Марка басылымының хабарлауынша, ПСЖ өткен жазда Неймарды клубтан кетуге көндіруге тырысқан. Бірақ бразилиялық барлық ұсыныстардан бас тартты. Неймарда Мессиде осы маусымды өте жақсы бастады. Қазір бүкіл әлем ПСЖда кімнің нағыз жұлдыз екенін көріп отыр. Команданың ішінде де 80% ойыншылар Неймардың айналасында. Бұны байқаған Мбаппе ұлттық құрама ойындарынан кейін ПСЖ бас бапкеріне шағымдана бастады. ПСЖ Мбаппе үшін барлығын істедік деп есептейді. Командада көшбасшылық үшін Неймардан жеңіліп қалған Мбаппенің өзі кінәлі. Ал Реал болса бұған араласпай шеттен бақылауда. Достар, осымен бүгінгі жаңалықтар соңына жетті. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.